Енді спискалармен істеуді үйренейік. Мишканың оң жағын басамын, создать деген басамын, документ Word деймін. Backspace'ті басып, таза ат жазамын, спискалар. Ішіне кірейін. Так, шықты документіміз. Біздің спискамен істеу. Мына жерде главное деген вкладканың ішінде абзац деген бар. Абзацтың ішінде мына бәрі списка делінеді. Списканы қалай істеуді үйренеміз. Оны айтқанда списка 3 түрі бар. Маркированный, нумерованный и вложенный деген бар. Хаммесін бірме-бір көріп шығайық. Маркированный списканы көреміз. Баста текст жазамын, компьютер, ноутбук, планшет, смартфон. Қараң, мына жерде компьютер техника спискасы бар. Осыны маркированный қыламын. Маркированный қылу үшін қараң, мынаны сайлап алдым ешкіммен. Мынаған басаман үстіне сайлап алып, маркер шығады. Қараң, мыналардың бары енді спискаға шықты. Енді мына жерге ақырына барамын ешкіні. Ақырына бардым, Enter'ді бассам, бұл списка давам етіп басылай береді. Мысалы, тағы бір зат жазамын. Enter'ді бассам, шығып кете береді списка. Енді сол списканы өшіру керек болса, қайттан Enter'ді басамын. Ештеңе жазбай, Enter'ді қайттан басамын. Мына жерде шықты. Қайттан маркированный списка жарата жақпан. Қараң, мынаны сайладым. Маркированный дегенге басаман. Маркер шығады. Енді осы жерде түрлі маркерлер бар. Мына жерде мынандай маркер қойсаңыз болады, мынандай қылып қойсаңыз болады, мынандай қылып қойсаңыз болады. Өзгертсеңіз болады маркерді. Үстіне сайлап аламын, алдыңғы маркерді былай өзгертемін. Я болмаса определить новый маркер деп басқа маркерді қойсаңыз болады. Мысалы шрифт, рисунок деп сурет қойып қойсаңыздан болады. Так, бір көрсетейін. Мысалы, Coca-Cola'ны қойып қоямын. Окей. Мына жерге Coca-Cola тұрыпты. Көрдіңіз ба? Осындай қылып списка жаратсаңыз болады. Бұл маркированный список делінеді. Енді Ctrl-Z-ті басып, ізге айтамын. Мына кнопканы басып, ізге. Енді нумерованный список дегенді істейік. Нумерованный список деген мынаусы. Мына жерге басамын. Мына жерге үстіне басып жүремін. Нумерация қойылады. Не, көрдіңіз ба? Нумерация қойылды. 1, 2, 3, 4. Өзі автомат түрде қойылды. Мына жерде әртүрлі вариантларын сайласам болады. А, Б, С, Д, мынандай қылып сайласам болады. Мынандай. Әртүрлі вариантларын қойып қойсам болады. Өзіме қолай вариант. Мынандай болып тұра берсін. Спискімізді болды. Бұл жерде де сол баяғыда Enter'ді бассам, списка давам етіп кете береді. Қалеген затын жазып кетсем болады. Мысалы, бұл списканы тоқтату үшін біздер Enter'ді 2 мәрте басамыз. Екі мәрте басасыз. Осындай қылып, нумерованный списка қоюды үйрендік. Енді нумерованный спискада нумерация қойылғаннан кейін біздерде мысалы тек бірден емес, мысалы 4-тен бастану керек болса, спискіміз не қыламыз ода? Мына жерде сайлайсыз. Задать начальное значение деген мишканың оң жағын басасыз. Мына жерге мишканың оң жағын бастым. Контекстный меню шықты. Задать начальное значение деген басамын. Осы жерде 1 деп тұрды. Мен қалесем осыны 4-ке өзгертемін. 4 деп бастым. Енді 4, 5, 6, 7, 8 деп басанды. Осындай қылып істесеңіз болады. Начальное значение, мысалы 0-ден басансын деймін. 0-ден басанады. Біздерде 1-ден басана берсін. Задать деймін. Мына жерге 1 деп қоямын. Осындай қылып давам етіп кетсеңіз болады. Спискада осындай болады. Енді қараң, бұл жерде спискамен сөйлей үйрендік. Маркированный списканы көрдік. Енді вложенный списка деген бар. Мына жерде вложенный списка. Бұл қандай болады көріп шығайық. Мысалы, мына жерде бірдің бірі мынандай болсын дейміз. Вложенный списка. Мынаны сайладым.
сайлаган убакта эч зат болгон жок, сол кадимки спискадай болуп турду, көрдүңүз ба? Эч зат болгон жок. Мен сайладым, бирок эч зат болгон жок. Сону вложенный списка кылуу үчүн мисалы мына жерде бирдин ноутбук, планшет деген бирдин бири, бирдин экиси болуп туруу үчүн эмне кыламан? Мына жерге экөөнү сайладым да, мына жерден мына эки кнопканы көрүп турган болсоңуз, увеличить доступ, уменьшить деген бар. Ушуну басаман. Көрдүңүз ба? Вложенный списка болду мына. Ушуга басаман, вложенный списка. Мынага басаман кайттан. Міне. Ушундай кылып ичине бири-биринин ичине киргизип кете берсеңиз болот. Мынаны басасыз. Ушуну басуу керек вложенный списка кылуу үчүн. Изине кайтаруу үчүн мынаны былай басып коесуз. Вложенный списка ушундай болот. Мындай кыйын зат эмес. Списка сизде тек практикада көрүп алууңуз керек.